Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Қарағанды ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғоз көшесі 27 дробь 2 үй тұрғыны Қуатов Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Мен жаңа бір жұмыс бойынша қарап отырып едім, айтайын деген. Ол дейтін жұмыс олай дейтін охрана егес олар қарап отыр еді. Ол дейтін бардак барып сөйлесіп барадым жаңа. Ол дейтін через сутка деп объявление жіберіп қойған. Через сутка бір күн істеп бір күн демалатын, сондайға жіберіп қойған. Мен барып бір күн істеп бір күн демалатын ба десем, ол дейтін жаңа охрана нелері, олар дейтін кез келген уақытта шығып қалады, жаңағындай жұмысқа сұранып кетеді, басқа бір ауырып қалады, сондай кездерде сен барып оны жауап тұруың керек екен. Ол дейтін жаңағындай сондай болады деп тұр. Ол объявлениесінде через сутка деп тұр. Ол арасында болатын шығар десем, жоқ, ол постоянно деп тұр. Ол жерде мен сол айтайын, мен көңілім толмайды. Охрана солар жұмыстарын қарап отыр. Бардак вообще. Кешегіде бірінші микрофонда деп айтылып еді. Ол 9:30-ға хабарлас дегенде 9:30-ға ертелеу хабарласқан жоқ едім. 9:30-да хабарласып едім. Ол дейтін болмады деп. WhatsApp-та ол деп содан хабарласпай, одан кейін жұмыс жоқ деп тұр. Мен айтайын дегем сол, бұл жерде көңілім толмайды, сыбайлас жемқорлық. Ол дейтін өздері алып, біреуді кіргізіп, жіберіп, сондай қылып тұрма деген сияқты. Ол ер қыз, әйел адамдар. Ол сол, мен сол айтайын, мен көңілім толмай жатыр. Сол жұмыс бардак. Ол арасында болса түсінемін енді, арасында бір сұрап қалатын шығар. Ол дейтін постоянно дейді. Содан кейін мен жаңа қой, ондай болса керек емес деп жұмыс деп кетіп бара жатырмын. Объявлениесін деп через сутка деп тұр. Мен нашар істеп жатыр. Бардак, мен сол айтайын, соны қарап қойсын. Үкімет басшылары вообще сондай бұл жерде жұмыс істегендері. Мен сол айтайын. Ол дейтін былай ғой жағындай арасында болса түсінемін енді, арасында түсіретін шығар деп. Ол дейтін бардак жағындай өздері сыбайлас жемқорлық, өздері алып, өздері кіргізіп, қалаған кезде қалып, сөйтіп кіріп шығып жүрген ол ер қыз, әйел адамдар. Соны айтайын деп жатыр едім, сол айтайын деген. Мен нашар жұмыс жөндері жасамайды вообще. Мен сол енді жұмыс жасайын десем, міне сол үкіметтік органы кеше жұмыссыздықтан хабарласады деп еді. Жұмыссыздықтан хабарласқан жоқ. Ол жерге барайын десем, олар как будто жұмыссыздықтағылар компьютерда отырып алған. Олар қыздардан сұрайын десем, біртүрлі басшылары үкіметте жұмыспен қамтып отырған адам не істеп отыр? Вообще жұмыс жасамайды, бардак вообще. Мен сол айтайын деген. Сыбайлас жемқорлық бұл жерде. Мен сол айтайын деген. Қазір Ақтау қаласында жүрмін. Мына разбираться етіп шеше алмай жатыр. Сол мен кеше сол Өзбекстан Республикасында да өзім Өзбекстан Республикасына көшіп келгем. Сол разбираться етіп жұмыс тауып беретін шығар деп бөреншіктің бітірген мамандығым. Сол бөренеде істейін десең, олар дейтін жаңағындай сыбайлас жемқорлық. Мен жұмысқа кіре алмай сөйтіп жүрмін мысалы. Мен сол айтайын қазір. Соны айтайын деп жатқаным сіздерге. Жарай, жақсы, рахмет, сау болсын. Мен үкіметке көңілім толмайды. Вообще бардак, жұмыс істей алмай жатыр. Жұмыс істейтіндер нашар вообще. Вообще ондайлар жұмыс жасатпау керек. Мен сол айтайын деген. Ол дейтін алып келіп, өзі келіп, біреуді қалаған кезінде кіргізіп, қалаған кезде шығарып сөйтіп тұр. Мен сол айтайын деген. Сол жұмыс істейтін кезде мынадан кейін жұмысқа да кіре алмайсың. Сол енді жұмысқа кірсең осындай міне. Маған сол үкімет басшылары сондай заттарды дені сау дейтін, ол ер қыз, әйел адамдар соны қарап қойсын. Ол дейтін баған жағандай сонда әйтеуір жұмысқа кірген кезде жаңағы Жебірейіл, Аллах Құдай, Аллах екі Құдай, Дажал Капыр Құдай, төртінші Аллах Құдай, Арес, Четиринне, Оксиемский Құдай,
Перғауын патша Хиуа ханы Түркістан арыстан баб дейтін сияқты, аты жөні ұлты Бауыржан Бек Бауыржан Табындыру жоғарыдағы дейтін сияқты, сондай бір шит па бірдеңе жасап қою керек жұмысқа кіретін кезде. Мен сол жұмыс жасайын десең, сондай бардак, мен жұмыс жасай алмай жатырмын. Олар дейтін жаңағындай орналасып алғандар, енді білмеймін, сол енді жұмыс жөні бұл жерде сыбайлас жемқорлық өздері алып, маған сондай шит жасап беру керек сол үкімет басшылары. Мен сол айтайын деген. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Интернетте қарап отырған кезде қарап тұрам, жалпы қайсысы дені сау ма, дені сау емес па, ол ер қыз әйел адамдарды. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Бақылауда боласыңдар интернетте қарап отырғанда. Просто отырмай, бұл қандай адам екенін интернетте қарап тұрам жалпы. Мен сол айтайын деген сіздерге. Мен сол жағында шит бірдеңелер жасап, жұмыс жасайтын кезде кіріп барып шығуым керек. Мен жұмыс жасайын десем, мынандай болып жатыр енді. Кешегіде анандай болып, бұл жерде сыбайлас жемқорлық, бөренеге кірсең, білмеймін, бұл жерде сондай бір шит жасап беру керек маған. Мен сол айтайын деген. Жай жүреді анау-мынау дейтіндердің бәрін жаңағыдай печатқа ұру керек олардың бәрін. Қара печатпен ұру керек олардың. Бәрін Қарақалпақстан жаңағыдай адамды издевательсалардың бәрін печатқа ұру керек. Мен сол айтайын деген үкімет басшылары. Сондайларды бәрін жазып, сондай түсіріп алу керек. Мен осы түсірмесек. Міне, мынадан кейін жұмыс жасау дейді. Қақты ол жұмыс жасайтын бәрі танып алған. Жұмыс жасау үшін сол шит нелерді жасап беру керек маған үкімет басшылары, соны түсінетін адамдар. Сондай жұмысқа кірген кезде сондай болу керек. Міне қазір мен шығып баратырмын. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Соны маған қарап берсін сол жұмыс істейтін кезде. Соны айтайын деп жатқан. Ол дейтін ондайды өздеріңіз қарайсыздар, мен ондай жасатпаймын. Мен өйтіп ондай қоймаймын. Ол дейтін бардак, ол арасында болса түсінемін, ол дейтін постоянно сөйтіп кіргізіп, өзі объявлениесінде тұр жағында через өткен. Еще жаңа сұрап жатырмын, подполковник қарап отыр дейді. Подполковник просто жағындай айлықтарын жеп сөйтіп. Подполковник болса дұрыстап қарамай ма, подполковник болса. Ол жағындай постоянноға жіберіп отыр. Мен сол айтайын деген, мен көңілім толмайды. Вообще бардак. Мен сол Ақтау қаласы. Мен сол айтайын деген, Қазақстан Республикасында вообще жұмыс жасағандары маған көңілім толмайды. Мен жұмыс жасаймын, мен жоқ. Просто жағындай жай жүреді ана-мынау деп өздері өтіріктерден шығарып жіберуі мүмкін. Мен сол айтайын деген. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан Бек Бауыржан Табындыру жоғарыдағы.